Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біздер азаматтық құқық пәнінен сіздерге мен бірінші сабақ дәрісімді түсіндіретін боламын. Яғни слайд түрінде дайындаған болатым және кесте түрінде дайындаған болатым. Назар аударсаңыздар. Жалпы бірінші сабақтың аты азаматтық құқықтық қатынастар. Жалпы қарастырылатын басты сұрақтарымыз біздің азаматтық құқық қатынастар түсінігі және олардың түрлері, азаматтық құқықтық қатынастардың элементтері, азаматтық құқықтық қатынастардың мазмұны және олардың жіктелуі, және соңғы азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болуы, жойылуы, өзгеру негіздері болып саналады. Жалпы азаматтық құқықтық қатынастардың мазмұнына тоқталатын болсақ, азаматтық құқықтық қатынастардың әртүрлі мазмұндары болады. Солардың ішінде элементтерінің бірі ретінде біздер оның құқықтық мазмұнын қарастырамыз. Жалпы мазмұны деп осы азаматтық құқықтық қатынасты қалыптастырушы талаптардың арасындағы негізгі құқықтар мен міндеттерін айтамыз. Олардың яғни шын мәнінде әртүрлі бейнеде жұмыс жасау немесе құқықтар мен міндеттерін түсіндірілуі болып келеді. Әртүрлі құқықтық қатынастар дегеніміз бұл адамдардың құқықтары мен міндеттерінің өзара байланыстылығы, яғни қоғамда адамдардың өмір сүруі, шынайы өмір сүруінің арқасында олардың әркімнің өздерінің құқықтары мен міндеттері болады, соларға байланысты айтылады. Азаматтық құқықтық қатынастарға қатысушылардың субъективті құқықтары мен субъективті міндеттері оның мазмұнын құрайды. Жалпы азаматтық құқықтық қатынастар әртүрлі деңгейде болуы мүмкін. Соның ішіндегі біздегі азаматтық құқықтық қатынастар дегеніміз қоғамдағы азаматтық құқықтық нормалармен реттелетін мүліктік және мүліктік емес қатынастар, олардың өзара азаматтық субъективті құқықтарын және міндеттеріне тығыз байланысты болып келеді. Яғни қоғамдағы азаматтардың жүріс-тұрысын, яғни өмір сүру деңгейін, олардың құқықтары мен міндеттерін әртүрлі жағдайда түсіндіру болып саналады. Енді азаматтық құқықтық қатынастардың басты ерекшеліктері болып біздер 4 кезеңде қарастырған болатынбыз. Бірінші, яғни азаматтық құқықтық қатынас субъектілері бір-бірінен тәуелсіз және тең құқылы болып келеді. Екінші, азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болуының басты негізгі шарты болып табылады. Әртүрлі шарттар болады, бірақ басты негізгі шарты ол оның пайда болуы. Үшінші, жауапкершілік, яғни әрбір адам өзінің өмір сүріп жатқан несіне жауапты болады. Жауапкершілік ол келтірілген шығынның орнына толтыру сипатында пайда болады. Төртінші, бұзылған азаматтық құқықтарды сот тәртібімен қорғау. Яғни сіз қоғамда өмір сүріп жатқан кезде әртүрлі құқықтар мен міндеттеріңізді дұрыс орындамаған жағдайда сіз заңның алдында жауап бересіз. Азаматтық құқықтық қатынастың объектісі. Жалпы объект дегеніміз не? Соған тоқталайық. Объект дегеніміз азаматтық құқықтық қатынастар қалыптасқан субъектілерінің арасында айналымға түсетін мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен құндылықтардың жиынтығы болып табылады. Сонымен қатар енді тақырыпқа оралатын болсақ, азаматтық құқықтық қатынастың объектісі ретінде біздер оның субъектілерінің материалдық және жеке моральдық игіліктеріне бағытталған әрекеттері мен нақты азаматтық құқықтық қалыптастыру жағдайларына жатқызатын боламыз. Соның ішінде бізде мына азаматтық құқықтың кодексіміздағы арнаулы 3-ші тарауда бөлінген, ол негізінен азаматтық құқықтар объектілерінің және ақша, бағалы қағаздар сияқты маңызды әрі ерекше объектілерінде құқықтық режимнің жалпы мәселелерін реттейтін болады. Сонымен қатар келесі азаматтық құқықтық объектілерін мындай түрлерге жіктеуге қарастырамыз. Мен осы шағын жалпы көп түрге жіктеп қарастыруға болады, бірақ мен өзіме алғаным, яғни мүлік ретінде ол зат сипатындағы. Мүлік деп біздер яғни өзіміз пайдаланатын барлық заттарды айтуымызға болады. Жұмыс және қызмет, яғни азамат туа біткеннен бастап оның өзінің әрекет қабілеттілігі болады, яғни жұмыс жасауға деген, немесе әртүрлі қызметпен айналысуға деген, сол себепті қарастырған болатынмын. Интеллектуалдық меншік нәтижелері, яғни интеллектуалдық меншік нәтижелері дегеніміз бізде жалпы меншік деген, бұл жерде меншік деген дефиницияға тоқталатын болсақ, меншік яғни біздер білеміз де иелік ету, пайдалану, немесе сол иелік еткен нәрсеге билік ету. Сол нәрселерді интеллектуалдық меншік нәтижелері ретінде қолдануы болып табылады. Ақпарат, яғни қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін барлық әртүрлі ақпараттармен біздер бөлісе аламыз. Және мүліктік емес қатынастар, яғни мүліктік қатынастар, мүліктік емес қатынастар қылып қарастырған болатынмын. Және де азаматтық қарым-қатынастардың элементтері ретінде
Яғни мен 4 элемент қарастырдым. Яғни бірінші азаматтық құқықтың бізде субъектісі, екінші азаматтық құқықтың объектісі, үшінші азаматтық құқықтың нысаны, төртінші азаматтық құқықтың мазмұны ретінде 4 элементін қарастырған болатын. Және де субъектілер, оның ішінде жеке тұлғалар мынандай 2 элемент арқылы түседі. Бізде жаңа 4 элементті ол полный барлық түрде қарастырдық қой, ал субъектілер ретінде 2 элемент арқылы, яғни азаматтың есімі және азаматтың тұрғылықты мекен жайы. Азаматтың есімі қалай? Туғаннан бастап, яғни құқық қабілеттілік берілгеннен бастап азаматқа өзінің атына ат беріледі. Яғни тегі өзінің еркі бойынша әкесінің аты немесе тағы да басқа көптеген есімдер берілуі мүмкін. Екінші, азаматтың тұрғылықты мекен жайы. Біздерде 2 мекен жай болып бөлінеді. Азаматтың тұрғылықты мекен жайы немесе тұрақты мекен жайы. Тұрғылықты мекен жайы мысалы тіркелуі мүмкін. Сол жерде тіркеледі, бірақ тұрады басқа жерде. Сол себептермен де 2 түрде қарастырамыз. Және де бізде азаматтық кодексінің 12-ші бабы бойынша біздерде жеке тұлға, заңды тұлға ұғымы болатын. Біздер яғни қазір 2-ші сабағымызда қарастырамыз, бірақ бұл жерде мен жанама түрде айтып кетейін сіздерге. Бірінші Қазақстан Республикасының азаматтар болып саналады, яғни шетел азаматтар болып саналады, немесе азаматтығы жоқ адамдар болып саналады біздерде. Назарларыңызға рахмет. Осымен бірінші сабақ біздерде аяқталды.